Барлықтарыңызға ассаляму алейкум, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай сметанный пирогтың толық видеосын көрсететін боламын. Ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: ерітілген сары май, қамыр қопсытқыш, жұмыртқа, ұн және де 20% сметана және де қантымыз қажет болады. Ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, қантымыздың жартысын ғана қосып аламыз. Одан кейін ерітілген сары майымызды құйып, қантымыз толықтай ерігенше араластырып аламыз. Одан кейін қамыр қопсытқышымыз бен ұнымызды салып, жақсылап қамыр илеуге кірісетін боламыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін формамызға салып, қолымызбен осылай жақсылап тегістеп аламыз. Шет жағын осылай видеода көргендеріңізде жасап шығасыздар. Енді салмасына қантымызды, жұмыртқамызды, сметанамызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Дайын массамыздың барлығын құйып аламыз. Одан кейін қамырымызды, яғни ағып кетпеу үшін осылай тегістеп, шанышқымызбен әрбір жерден пісіп шығамыз. Духовкамызға жарты сағатқа 150 градуста пісіреміз. Міне біздің өте тез дайын болатын сметанный пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Және де каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.